Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 98-ші сабақта біз жаңа тақырып дара және күрделі зат есім тақырыбын өтетін боламыз. 59-ші жаттығуға қарайық, сөздерді оқы дейді. Дара зат есім би, күйші, адам, өнер, құз, қайық, ал күрделі зат есім кәсіп орын, бір қазан, үлгі өнеге, темір жол және шекара. Енді бізге айтады, кестедегі зат есімдерге қарап, қандай зат есім дара, қандай зат есім күрделі болатынын өзің айтып көр. Жасаған қорытынды төмендегі мәліметтермен салыстыр дейді. Қараңдар, дара зат есімде бірақ сөзден құралып тұр, иә? Би, күйші, адам, өнер деп. Ал енді күрделі зат есімге қараңдаршы, екі сөздегі жалғанған, иә? Мысалы, кәсіп, орын, бір, қазан, үлгі, өнеге, темір, жол, шек, ара. Яғни, мына ережені есімізде сақтайық. Зат есім дара және күрделі болады. Дара зат есім бір сөзден тұрады. Мысалы, кітап, бесік, ән. Күрделі зат есім екі, не одан да көп зат сөздерден тұрады. Мысалы, тасбақа, ата-ана, кемпір, қосақ. Енді 60-ші жаттығуды қарайық, өлеңді түсініп оқы. Ірі менің сүйегім, ойсыл қара түйемін, ұнатпаймын әлсізді, қара күшке иемін. Бейсебай Кіріспайдың өлеңі екен. Осы өлең не туралы? Бұл түйе жануары туралы, иә? Түйе бабасы ойсыл қара деп айтады. Қарамен жазылған зат есімнің дара және күрделі екенін ажырат дейді. Бұл әрине күрделі зат есім, өйткені ойсыл қара деген екі сөздің бірігуі арқылы жасалған. Енді 61-ші жаттығуда көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып өлеңді көшіріп жаз дейді. Қой атасы шопан ата, жылқы атасы қамбар ата, ешкі атасы шекшек ата, түйе атасы ойсыл қара, сиыр атасы зеңгі баба деп жазамыз. Керекті сөздерді қойып, иә? Осы өлеңнен күрделі зат есімдерді тап дейді. Күрделі зат есімдер ойсыл қара, шекшек ата, шопан ата, зеңгі баба, қамбар ата болады. Төрт түлік туралы ертегі құрастырып көр дейді. Осы төрт түлік туралы ертегі құрастырса болады. Ертеде ешкі жыны бөртеде бір ата мен әженің төрт түлік малы болыпты. Олар төрт түлікке жақсы күтім жасапты. Алайда жануарлар ата мен әжеге қызмет етуден, оларға сүтін жүнін беруден бас тартып, еркіндікке кетуді жоспарлапты. Бұл ой ең бірінші ешкі келіпті. Сөйтіп барлық жануарларды көндіріпті. Түн болып ата мен әже ұйқыға кеткенде жануарлар бірінің соңынан бірі шығып, қалың тоғайға бет алыпты. Тоғайға кіре сала қасқырдың ұлған даусын естіп, ешкі сиыр мен түйенің артына тығылып қалыпты. Сол кезде қой қозысын алып былай депті: қасқырға ең бірінші жем болатын қозым екеуміз, себебі біз басқа жануарларға қарағанда әлсізбіз. Сондықтан ауылға кері қайтамын, иелеріме қызмет етемін, себебі олар мені күтіп бағады. Жазда шөбі шүйгін су мол жерге жайып, қыста жылы қорада алдыма жем қояды. Маған одан артық бақыт керек емес екенін енді түсіндім. Қойдың сөзін басқа жануарларға қолдап, барлығы ауылға қайтыпты. Қатты уайымға батқан ата мен әжеден кешірім сұрап, иелеріне қызмет етуге уәде беріпті деген ертегіні жазсақ болады. Енді 62-ші жаттығуда жаңылтпашты жатқа жаз дейді. Түйелі ауылдан шұбат іштік, шұбаттың шипалығын ұға түстік. Осыны өздерің дәптерлеріңе қатесіз жазып алыңдар. Енді 63-ші жаттығуда суреттердің көмегімен сөз жұмбақ құрастыр және оны шеш дейді. Көлдегінен қарт ата дейді. Қарт атаны біз ақсақал деп жазсақ болады. Қарт адамның екінші түрі ақсақал. Одан кейін екіншіге қандай өзіміз құрастыруымыз керек екен? Екіншіге ол мына аққұтан, аққұтан деген сөз келіп тұр. Соны аққұтанды не деп айтсақ болады? Ескек аяқты құстар отрядының құтандар тұқымдасына жататын ірі әрі ең өте сақ құс деп жазайық. Ал енді тігінен біріншісіне ол тасбақа келеді. Тасбақа сөзін біз үстінде тасы бар бауырмен жорғалаушы дейік. Ал екіншісіне асқабақ сөз келеді екен. Асқабақты біз көлемі үлкен, дөңгелек, қоңырқай, сарғыш түсті жеміс деп жазамыз. Енді осы тапқан сөздерінің мағынасын сөздіктен біліп ал дейді. Ақсақал, одан кейін аққұтан, тасбақа және асқабақ. Бұлар күрделі зат есім бе, әлде дара зат есім бе дейді. Әрине бұлар күрделі зат есімдер, екі сөзден құрастырылып тұр. Ақсақал, аққұтан деп. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі жаңа сабақтарда кездескенше сау болыңдар. Каналға жазылуды ұмытпаймыз.